Сәлеметсіздер ме? Біз тікелей эфирдегі сабағымызды бастаймыз. Біз қазір математикалық сауаттылықтағы көктем наурыз айында кездескен 5205 нұсқаны талдайтын боламыз. Сіздер біздің YouTube'тағы каналымыздың соңына өздеріңіздің комментарийларыңызды, өздеріңізді қинап жүрген есептер болатын болса, және ұсыныс пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде қарайтын боламыз. Бұл біз үшін өте қажетті. Ондай болатын болса, біз жаңада айтылғандай 5205 нұсқаның есептерін қазір қарастырайық. Онда бірінші есепте мынандай кездескен: мәліметтер бойынша бағандарды салыстырыңыз дейді. А бағаны 45-тен кем ең үлкен жұпсан 43, ал Б бағаны 43-тен артық ең кіші тақсан дейді. 45-тен кем ең үлкен жұпсанның қанша екенін білеміз. Енді жұпсан мысалы 2, 4, 6, 8, 10 деген сияқты екіге бөлінетін, кете беретін сандар болғандықтан 45-тен кем жұпсан болатын болса 44 болатынын білеміз. Ал келесі Б бағанда 43-тен артық ең кіші тақсан, онда 43-тен артық ең кіші тақсан 45 болатынын білеміз. 43-тен артық және тақсан. Онда 44 45-тен кем екенін білеміз. Онда мынау А бағаны, мынау Б бағаны. Демек А Б-дан кіші, бізде А жауапта сондай тұр. Демек А жауабы дұрыс екенін біз білеміз. Келесі екінші есеп 32-нің 80-ге қатынасы тең болады 2-нің қаншаға қатынасы. Онда 32-нің қандай дейді? 80-ге қатынасы тең болады 2-нің жұлдызшаға. Енді біз бұны қалай есептеуге болады? 32 нешеге қысқарғанда 2 болады? 32 мен 80-нің қысқаратынын білеміз. 32-ні 16-ға бөлген кезде 2 болатын түсінікті. 16-ға қысқарады. Демек 32-ні 16-ға бөлсек 2, 80-ді 16-ға бөлсек қанша? 5 болатынын білеміз. Демек жұлдызшаның орнында 5 болатынын оп-оңай тауып алуға болады. Не болмаса, біз өзіміз үнемі көріп жүрген пропорция тәсілімен де қайтуге болады. Мынау 2, мынау x дейтін болсақ, айқыш көбейту мынау бойынша, онда x-ті табу үшін 80 мен 2-нің көбейтіндісін x 32-ге көбейтіліп кеткендіктен 32 қайтадан бөлу болып өтеді. Бұлай бөліпте біз 5 екендігін қайтеміз, таба аламыз. Демек, бұл есепте жауап Б болады екен. 5 екендігі түсінікті. Үшінші есеп. Диаграммада Дилназдың үйге берілген тапсырмаларының көрсеткіші берілген. Барлығы 72 тапсырма берілген болса, математикадан неше тапсырма берілгенін анықтаңыз дейді. Ондай болатын болса, бұл жерде қандай екен? Мына жерден көріп отырғандарыңыздай, міне бізде дөңгелек диаграмма барлығы қанша градус? 360 градус. Яғни міне жерде 210 градус, 90 градус, 90, 300 градус, оған 60, 90, 360. Яғни барлығы 360 градус. Демек бізге барлық тапсырма 72, онда біз пропорция бойынша оп-оңай тауып алуға болады. 72 тапсырма, ол барлық 360 градус. Ал бізге математиканың тапсырмасын сұрап отыр, ол 210 градус, сол x деп қарасақ. Жаңада біз айттық, x-ті табу үшін пропорцияда мына екеуін көбейтіп, x-тің қарсысындағы санға бөлеміз. 72-ні 210 градусқа көбейтіп, бөлеміз қаншаға? 360 градусқа. Енді градус пен градус қысқарып кететін түсінікті, онда 210-дағы мынау 0 мен мына 0-ді қысқартайық. Сосын қайтеміз, мына 36 мен 72-ні қысқартсақ, мына жақта 1, мына жақта 2 қалады екен. Ал мына жақта біз 0 кетіп қалған, бізде 21 қалған түсінікті. 21 мен 2-ні көбейтсек 42, 42-ні 1-ге бөлеміз, қайтадан 42. Демек, бұл жердегі жауап Б, яғни математика тапсырмасын тауып жатырмыз біз. Оның 42 екендігін есептеп тапты, онда Б жауабы дұрыс болады екен. Ары қарай есептерді талдай берейік, өздеріңіз оқып көре беріңіздер. Қандай дейді? 4 жыл бұрын ағасы мен қарындасының жастарының қосындысы 12-ге тең болды. 8 жылдан соң олардың жастарының қосындысы қаншаға тең болатынын анықтаңыз. Енді біздің видео сабақтарымызда осы барлық тақырыптарға байланысты есептер түсіндірілген. Ол жерде жасқа байланысты есептер деген тақырыпта бар. Онда 4 жыл бұрын
дегендіктен енді 4 жылдан кейін ағасының жасына да 4 жас қосылады, қарындасының жасына да қандай 4 жас қосылады. Енді келесі тағы да 8 жылдан кейін дейді. 8 жылдан кейін ағасының жасына қайтеді, тағы да 8 жас қосылады, қарындасының жасына да қайтеді, 8 жас қосылады. Сонда осындай болғанда бәрін қосатын болсақ, енді содан кейін жастардың қосындысын табуға болады. Мынаны қосатын болсақ 20, 28, 36 екен. Онда бізде жауап 36 деген бар. А жауабы дұрыс болады екен 4-ші есепте. 5-ші есеп 1, 2, 3 ары қарай кете береді деген сөз. 150-ге дейінгі сандардың ішінен бір сан алынды дейді. Алынған санның 10-ға қалдықсыз бөліну ықтималдығын табыңыз дейді. Енді ықтималдықтарға байланысты да жаңа біз айтқандай біздегі видео сабақтарда Зерделінің каналына кірсеңіз тұр, онда біз ықтималдық туралы былай түсіндіргенбіз. Ықтималдық дегеніміз ол бізге қажетті жағдайлар санының барлық жағдайлар санына қатынасы. Былайша айтқанда бұл есепте алынған санның 10-ға қалдықсыз бөліну ықтималдығы дегендіктен бізде 150-ге дейінгі сандардың ішінде 10-ға бөлінетін сандар қайсы? Ол 10, 20, 30, 40, 50, 60 солай кете береді. Қаншаға дейін барады? 140, 150-ге дейін барады. Оның еселіктері. Енді осы санның неше екенін білеміз? Біз 15 сан екенін білеміз. Яғни 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 деген сияқты. Сонда 15 екенін білеміз. Яғни бізде ем дегеніміз ол бізге керекті жағдайлар саны қанша? 15. Ал ен деген бізде барлық жағдайлар. Яғни қаншадан бірден 150-ге дейінгі сан, онда бізде мынау 150 екендігі түсінікті. Сонда бізде ықтималдық 150-ден 15, екеуі қысқаратын болса қанша? 10-нан 1, екеуі де 15-ке қысқарады. 10-нан 1, демек бұл жерде С жауабы дұрыс болады екен. Ары қарай 6-ші есеп 1, 2, 3, 4 енге дейінгі сандардың қосындысы 21-ге тең болса, осы сандардың көбейтіндісін табыңыз дейді. Енді бұл есепті біз өзіміз күнделікті қолданып жүрген арифметикалық прогрессия арқылы да табуға болады. Бірақ енді математикалық сауаттылық болғандықтан біз барынша оңай жолымен оңайластырып ойлау керек. Себебі математикалық сауаттылық дегеніміз бізде қандай осындай логикалық жолдармен ойлап кез келген оқушы таба алатындай есептер беріледі. Онда 21 дегеніміз тең 3 пен 7-нің көбейтіндісі осыдан білеміз. Егер мен мынаған 5 пен 6-ны тіркеп жүретін болсам, Гаусс тәсілі бойынша мысалы міне 1 мен 6-ның қосындысы 7, 2 мен 5-тің қосындысы қандай? 7, 3 пен 4-тің қосындысы 7, сонда 7-ден 3 бар болып тұрда 21 қосынды шығатын түсінікті. Демек бұл жерге сонда тіркеп жататын саныңыз 5 пен 6, яғни бізде ен 6-ға дейін баратыны түсінікті. Яғни мен жерде көп нүкте енге дейін барып тұр деген сөз. Сонда 2 сан тіркеп жатсаң, уже 21-ге қосынды баратыны түсінікті. Онда енді оның көбейтіндісін табу оңай. 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5, көбейту 6 тең мынаған дейін 120, 20-ны 6-ға көбейтсе қанша? 720 болатын оп-оңай көбейтіп таба аласыздар. Демек, бұл жерде Б жауабы дұрыс болады екен. Келесі 7-ші есепті қарастырайық. 2, 5 қандай? 14, 41, x, y сандық қатардан x қосу y өрнегінің мәнін табыңдар дейді. 2, 5, 14, 41, x, y сандық қатардан x қосу y өрнегінің мәні. Онда бірінші біз заңдылықты тауып, x пен y тауып алу керек. 2, 5 дейді, сосын қанша? 14 дейді, 41 дейді, x, y. Енді біз бұны қалай зерттеуге болады? Үнемі қолданатын нәрсеміз санның аралығы қанша дегенді көп қолданамыз. 2 мен 5-тің арасы қанша? 3, 5 пен 14-тің арасы қанша? 9. Енді мынадан оп-оңай білуге болады. Енді 14 пен 41-дің арасы 27 шығып тұр. Демек қарасаңыз 3, 9, 27. 3 еседен кетіп бара жатыр, аралығы артып бара жатыр. Демек, енді 27-ні 3-ке көбейтсек қанша болады? Келесі санның аралығы 81 болу керек. Демек, x дегенім ол міне 41-ге 81-ді қоссаң, міне мынаған сонда қанша болады? 122. Демек, x дегенім 122 екендігі түсінікті. Ал келесі x пен y-тің арасы менде 81-дің 3 есесіне артады. Сонда мына жерде 3, 243.
Демек, менде y дегенім осы 122-ге 243-ті қосқанға тең. Сонда қосып жеретін болсам, мына жерде 5, мына жерде 6, яғни 365 екен. 365. Ал бізге x қосу y тап деп отыр. X қосу y-ті. Ондай болатын болса, мына 22-ге 365-ті қосатын болсам, қандай болады? 7, 2-ге 6, 8, 4, 487. Демек, бұл жерде бізде қандай жауап дұрыс екен? D жауабы дұрыс болады екен. Ал енді мына жерде заңдылық туралы біз аралық туралы айттық. Басқаша кейбір балалар басқаша ойлап табуы мүмкін заңдылықты. Қандай? 2 мен былайша айтқанда 2-ні 3-ке көбейтетін болсаңыз 6, одан 1-ді азайтатын болсаңыз 5. Дәл сол сияқты 5-ті 3-ке көбейтетін болсаңыз 15, 15-тен 1-ді алсаңыз 14. Сол сияқты 14 3-ке көбейтсеңіз 42, 42-ден 1-ді алсаңыз қанша болады? 41 болады. Сол сияқты заңдылық тауып алып, x пен y бәрібір 122 мен қанша шығады? 365, соны қоссаңызда қандай болады? 487 шығады. Бұдан басқа да заңдылық таба алатын болсаңыздар, сіздер комментарийға жазып қалдыруларыңызға болады. Жаңа да айттым мен, әртүрлі оқушылар әртүрлі ойлауы мүмкін. Сондықтан сіздерден де басқа заңдылықты күтеміз. Енді заңдылық табуға байланысты есептерде біздің видео сабақтарымызда бар. Ол жерде де заңдылық дегеннің не екендігі түсіндірілген. Яғни сіз алдыңғы саннан заңдылықты қолдансаңыз, ол соңына дейін сол заңдылықпен кету керек деген сөз былайша айтқанда. Онда біз келесі 8-ші есепті қарастыра берейік. Ойын сүйегі лақтырылды, тақ сан түсті, осы санның жай сан болып түспеу ықтималдығын табыңыз. Енді бұл жерде де ықтималдық, біз өткеннен бері айтып келе жатырмыз, соңғы кезде бізге ықтималдыққа байланысты есептер өте көп кездесіп жүр, сондықтан ықтималдыққа байланысты сабақты сіздерге міндетті түрде қарап көруге тура келеді. Онда ойын сүйегі мынандай екенін сіз білесіздер міне, оның қырларында жаңағындай қандай болады? 1-ден 6-ға дейінгі мына сияқты нүктелер болуы мүмкін, немесе 1, 2, 4, 5, 6 деген сандар болуы мүмкін. Осындай 6 жағында 6 түрлі сан болады. Енді оны лақтырған кезде, жаңа біз айттық, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген 6 сан болады дедік. Тақ сан түсті дейді. Онда 1 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, 5 болуы мүмкін. Жаңа біз лақтырғанда жоғары қарап жатқан жағы деп қарайық та. Мысалы, мына жақта жоғары 3 деген қарап тұр. Сол сияқты. Енді осы санның жай сан болып түспеу ықтималдығы. Енді жай сан дегеннің біз не екенін білеміз. 1 мен 3-ке, 1 мен өзінен басқа бөлгіші болмайтын сандарды қандай дейміз? Жай сан дейміз. Мысалы, 2 жай сан болады. 1 мен 2 деген бөлгіші бар. 3 жай сан болады, 1 мен 3 кәне. 4 жай сан болмайды, себебі 1 мен 4-тен басқа ол 2-ке бөлініп кетеді. 5 жай сан, 6 құрама сан, 7 жай сан деген сияқты осылай кете береді. Тағы да біз айтамыз, мынау 1 деген ол жай санға да құрама санға да жатпайды, себебі оның бір ғана бөлгіші бар. Сондықтан бір жай санға да құрама санға да жатпайды. Онда осының ішінде бізде жай сан емесі қандай болып тұр? 1 болып тұр. Жаңа біз ықтималдық туралы айтып кеттік, яғни А оқиғасының ықтималдығы деп. Ол барлық жағдайлар бізде мүмкіндік, 3 мүмкіндік екен барлығы. Соның ішінде жай сан болмау ықтималдығы 1 екен. Демек, бұл жердегі ықтималдығында бізде 3-тен 1, яғни Е жауабы дұрыс болады екен. Келесі 9-ші есепті қарастыра берейік. Оқып көріңіздер. Шығарып болғандарыңыз комментарийға жаза берсеңіздер де болады. Қала ішіндегі жеңіл көлік жылдамдығының уақыт аралығындағы өзгерістері кестемен көрсетілген. Егер жеңіл көлік кестедегі уақыт аралығын көрсетілген жылдамдықпен тұрақты жүріп отырса, мысалы қандай дейді? 3-ші минутта 45 км сағат. Онда 10 минутта жүріп өткен жолды анықтаңыз дейді. Біз мына кестеден көріп отырмыз, 1 минутта 30 минут. 2 минут деген сөз, мына жерде 2 минут бойы 40 деп ойлап қалмаңыздар. 2-ші минутта 40 км сағат деп ойластыру керек. Ал мына жерде жаңа мысалда да айтып тұр, мысалы 3-ші минутта қандай дейді? 45 міне километр жылдамдықпен жүрді дейді. Дәл сол сияқты осылай жүріп отырады, бізге сонда 10 минутта жүрген барлық жолдарын қайтып шығуға тура келеді, қосып шығуға тура келеді. Әрине біз мыналарды қоса саламыз, барлығын қоса саламыз 95-ке дейін, бірақ ол жерде бізде қосқан кезде ол мына жерде бірлікке қарауымыз керек. Біз
километр сағат оның бірлігі. Яғни ол 1 сағатта 30, мына 1 сағатта 40 деген сияқты мынаны қосатын болсақ, бізде барлығы 10 сағаттағы нәрсе болып кетеді. Бірақ бізде бұл жерде 10 минуттағын табу керек. Демек, онда біз мына бірінші минутта 30 километр сағат болатын болса, км сағат болатын болса, ол дегенім 1 сағат дегенім қанша бізде? 60 минут. 1 сағат дегеніміз қанша? 60 минут. Осылай көретін болсаңыз, сіз яғни 30-ды 60-қа бөлуге тура келеді. Сол кезде қысқарып қанша? 0,5 км қандай? Минутына. Минутына. Екендігін таба аласыз. Енді бірақ мына 0,5 енді сіз мынандайландыруға тура келеді, онда мынандайландырып 1 минутта қанша болатын табуға болады. Бірақ мына жерде 40-60-қа бөлінбей жай бөлшек шығады. Соның барлығын қайтуға болады, қосып шығуға болады. Не болмаса біз мына формуланы пайдаланып есептесек тіпті оңай болады. S тең V көбейту T екенін білеміз, Бірақ бұл жерде мән беретін нәрсе бізде мына жердегі жылдамдық қандай болып тұр? Км сағатына болып тұр. Онда бізде мына жердегі уақытта көбейткендегі қандай болу керек? Бізде сағат болу керек. Сол кезде есептей аламыз. Былайша айтқан кезде біздің жаңағы 1 минутымыз қандай болады? Ол тең 60-тан 1 сағат. Неге? Себебі 1 сағат 60 минут, ал 1 минут сол 60-тың 1 бөлігі. Демек 60-тан 1 сағат екен түсінікті. Осы бойынша біз мына жердегі V жылдамдығы берілді 30, соны көбейтеміз 1 минут дегенім 1 минутта қанша жүрді деп жаңағы 60-тан 1-ге көбейсең бәрібір 0,5 шығатын түсінікті болып тұр, Сол сияқты қосамын 40-ды да 60-тан 1-ге не үшін айтып жатырмын дегенде біз енді міне осыны қандай болады? 45 көбейту 60-тан 1, осылай кете береміз қанша? 95 көбейту 60-тан 1. Бұлайша айтқан кезде біз мынаның барлығында 60-тан 1 бар, сондықтан 60-тан 1 жақшаның алдына шығарып жеріп, мынаның бәрін қосып алып, міне қосып алсам, километр сағат барлық жылдамдықтардың қосыншы шығады, соны 60-тан 1-ге көбейте салсақ, яғни 10 минут бойы қанша жүргендігін тауып алуға болады екен. Тең біз онда 30-ды қосамыз, 40-қа қосамыз, 45-ке қосамыз, 60-қа қосамыз, 70-ке қосамыз, қаншаға? 75-ке қосамыз, 85-ке қосамыз, 100-ге қосамыз, 90-ға қосамыз, 95-ке, соны 60-қа бөліп жібереміз, не болмаса 60-тан 1-ге көбейтіп жібереді екенбіз. Осының барлығын қосып шықсақ, бізде қанша шығады? 690, соны көбейтеміз 60-тан 1-ге. Демек, 690-ды 60-қа бөлген кезде 600-дің ішінде 10, 90-ның ішінде 1,5, демек 11,5 километр. Онда бізде қандай жауап болады екен? Д жауабы дұрыс болады екен. Д жауабы дұрыс болады екен. Келесі есепті қарастыра берейік. 10-шы есеп қандай дейді? Оқи беріңіздер. Сіздер x минус x-тен 6 минус 4 тең 0 берілген, x квадрат қосылу x квадраттан 36 неге тең. Енді сіз мына жерден нені біле аласыз? Міне x пен x квадраттың арасында квадрат болып кеткендігін, мына жерде де x квадраттан 36 мынаның квадраты болып кеткенін сіз білдіңіз. Демек, бұл есепті қалай шығаруға болады? x минус x-тен 6 минус 4 тең 0 берілді бізге. 4-ті бұлай өткізіп жеретін болсақ, x минус x-тен 6 тең 4 болып қалады. Енді жаңа айттық, мынаның біз квадраттан пайда болып тұрғанын білдік. Демек, осының екі жағын бірдей біз квадраттап жіберейік, онда квадраттап жіберейік. Онда қысқаша көбейту формуласы бойынша x квадрат минус 2 еселенген x көбейту x-тен 6, яғни 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі екенін білеміз. Екінші санның квадраты x квадраттан 6-ның квадраты 36, тең 4-тің квадраты қанша? 16. Енді мына жерден сіз байқағаныңыздай, мына x пен x қысқарып кетеді, мына жерден 12 пайда болады. Демек, x квадрат минус 12 плюс x квадраттан 36 тең 16. Сіз мына 12-ні бұлай өткізіп жіберуге болады енді. Демек, онда қандай болды бізде? X квадрат қосылған x квадраттан 36 тең болды 16-ға мына 12 қосылады. Сонда қанша? 28. Онда біздің тапқалы отырған өрнегіміз дәл осының мәні болатын. Онда оның 28 екендігін білдік. Бұл жерде қандай жауап болып тұр екен? Онда А жауабы болып тұр екен. Енді бұндай есептерде бізде алгебралық өрнек ретінде үнемі көздесетін есептер немесе тең түрлендірулер
Бұл туралда біздің видео сабақтарымызда бар тақырыптар. 11-ші есепті қарастырайық. Суретте көрсетілген шаршының ауданын табыңыз дейді. Енді шаршы дегеннен кейін біз көп жағдайда нені білеміз? Шаршының ауданы С тең А квадрат екенін білеміз, иә? Онда сіз енді мына жердегі А деген мына қабырғасын есептеуге тура келеді. Мынау 4, мынау 4. Оны Пифагордан пайдаланып тауып алуға болады. Не болмаса сіз былай тұрғанда да оп-оңай тауып алуға болады. Неге? Себебі біздің міне квадратымыз былай тұр мына жерде, иә? Ал енді мына жерден қарайтын болсаңыз, сіз қандай болып тұр? Мынаның ұзындығының 4, мынаның ұзындығының 4 екенін біліп тұрсыз. Демек, мынау да 4. Онда біз мына үшбұрыштың ауданын таба салсаң, С тең қандай 2-ден 1 AH деген үшбұрыштың ауданын табу формуласы екенін білесіз. Осыдан сіз мына ауданның міне, иә, былайша айтқан кезде 2-ден 1 көбейту 8 көбейту 4. Осыдан осының ауданы қанша екенін біле аласыз сіз? 16 екенін біле аласыз. Онда біреуінің ауданы 16, екіншісінің ауданы да 16. Қоса салатын болсаңыз қанша? 32 деген аудан шығатынын біз қандай оп-оңай біле аламыз. Демек, бұл жерде Д жауабы дұрыс болады екен. 12-ші есеп қарастыра берейік. Төмендегі диаграммада Асанның тамақ ішуінің пайыздық мөлшері көрсетілген. Егер түскі асқа 1 сағат 30 минут уақыт жұмсайтын болса, таңғы асты кешкі асқа қарағанда қанша уақытқа тез бітіретінін табыңыз дейді. Диаграмма берілді. Міне бізде қандай? Мынау 45%, мынау 35%, мынау 20% барлығын қосатын болсаңыз 100% екендігі түсінікті болып тұр. Сонда дөңгелек диаграмма бізде 100%-ке тура келіп тұр екен, иә? Ал бізге енді айтты, түскі асқа 1 сағат 30 минут уақыт жұмсады дейді. Онда 1 сағат 30 минут, яғни түскі асты ол 90 минут бойы ішеді екен, иә? Былайша айтқанда енді ол дайындаумен қосылған шығар енді бұл жерде. 90 минут, онда ол қанша? 45% барлық уақытының. Енді мынадан сіз нені біле аласыз? Пропорцияменен сіз 90-ның 45-ке қарағанда 2 есе екенін біле аласыз, иә? Онда мен мына жерде кешкі асты таба аламын. 35% болатын болса, 35-тің 2 есесі қанша бізде? 70, яғни оған 70 минут жұмсай алатынын білеміз. Иә, 70 минут жұмсай алатынын. Дәл сол сияқты 20% таңғы асқа дейді. Жаңағы пропорция бойынша мынадан 2 есе, онда оның 40 минут екенін біле аламыз. Иә? Енді бізге сұрақ қандай болған? Таңғы асты кешкі асқа қарағанда қанша уақытқа тез бітіреді? Яғни мынау 70 минут, мынау 40 минут айырмасы қанша екенін біле аламыз біз? 30 минут екенін біле аламыз. Демек, Д жауабы бұл жерде қандай болады екен? Дұрыс болады екен. Онда 12-ші есепте жауабы Д болады. Келесі 13-ші есепті оқи беріңіздер. Теледидардың 15%-ке арзандатылғаннан кейінгі бағасы 127.500 теңге болды. Теледидардың арзандатылғанға дейінгі бағасын табыңыз дейді. Онда 15%-ке арзандатылса, бірін 100% деп қарасақ, онда қазіргі бағасы қандай болады? 85% болады. Яғни 85% арзандатылды. Сол кезде бізде баға қандай болды? 127.500 болды. Иә? Ал енді бізге бұрынғы бағаны сұрады. Бұрынғы баға деген әрине 100%. Онда 100% X деп біз пропорциямен оп-оңай таба салуға болады. Онда X табу үшін мынаған көбейтеміз және 85%-ке қайтеміз, бөлеміз. Сол кезде бізде 150.000 теңге деген баға шығады. Демек, қандай? А жауабы дұрыс болады екен. 14-ші есеп. Оқи береміз. Суреттегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. X пен Y-тің мәндерін тауып, түбірасты X плюс Y бөлінген Y минус X өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Енді бұл да үнемі кездесіп жүрген есептердің бірі. Осындай есептер, мысалы мынадан нені білуге болады? 2-ні 2-ге көбейтсек 4,
4-ті 2-ге көбейтсек 8. Демек x-тің біз қандай 8 екендігін білеміз. 2 еседен кетіп бара жатыр, иә? Мынау да дәл сол сияқты міне 3-ті 2-ге көбейтсеңіз 6, 6-ны 2-ге көбейтсеңіз 12. Мына 96 қайдан шықты дегенде, мына 12 мен жаңағы жердегі 8-дің көбейтіндісі 96. Дәл сол сияқты мына жерде сол заңдылық келіп тұр. Міне 5-ке 2 10, 10-ға 2 20, 6-ға 2 12, 12-ге 2 24, ал 20 мен 24-тің көбейтіндісі 480. Онда дәл сол сияқты мына жақтан y тауып алуға болады. 10-ды 2-ге көбейтсем y-ім қанша болады? Y-ім 20 болады. Демек, y тең 20 екендігін білдіңіз. Ал басқа заңдылық дәл сол сияқты, онда бізде қандай түбірасты x плюс y бөлінген y минус x. Онда түбірастында x дегенім 8, 20, 28 болады. Ал мына жақта қандай 20-дан 8-ді азайтамыз, ол 12 болады. Ал 28 дегенім қанша? Ол 4 пен 7-нің көбейтіндісі, ал 4 түбірден 2 болып шығып кетеді, онда 2 түбірасты 7 қалады бұл жерде. Ал астында 12 қалды, онда 12 мен 2 қысқарды, мына жақта 6, мына жақта 1. Демек тең 6-дан түбірасты 7. Бұндай жауап бар ма? Бар. Қандай? С деген жауап дұрыс болады екен 14-ші есепте. 15-ші есеп суретте үйдің сызбасы қандай? Берілген. Сызба берілді. Мынандай міне. Кіші бөлменің периметрінің қосындысы. Кіші 2 бөлме. Яғни кіші 2 бөлме деген қандай? Менде мына жердегі бөлмеменен қандай болып тұр? Мына жердегі бөлме. Осы 2 бөлменің периметрлерінің қосындысын табу керек. Онда сіз мынадан нені білуге болады? Мына 4 болса, мына 4 болатын болса, онда жалпы мынаның ұзындығы бізде қанша? 8. Ал мына 4 болса, онда мына жердің қандай біз 4 екендігін біле аламыз. Демек, мынау 4, онда мынау және мынау. Яғни біз мына жерде мынаны x десек, я, мынаны y десек, онда қандай болады бізде? X қосу y тең 4 екендігі түсінікті. Неге мен бұл жерде бұны жазып жатырмын? Себебі мына жердегі ұзындық пен мына жердегі ұзындық қандай? Мысалы, мынау 1,8 болатын болса, мынау 2,2 болуы мүмкін деген сияқты. Оны біз тағы былайша айтқанда біле алмаймыз да. Бірақ қосындысын біле аламыз. Сонда бізде енді біз оңай болу үшін 2-2-ден алып кетуге болады. Мына жағы қандай? Мына жағы 2, міне, мына жағы 2, мына жағы 2 деп ойлай берсек те, енді тезірек болады бізде, иә? Ал енді сол бойынша есептейтін болсақ, бірақ мынау міндетті түрде 2 деген нәрсені емес дегенді айтпақшымын да. Енді бұл жерде математикалық сауаттылық қой біздің өткен жатқанымыз. Сондықтан мысалы ол мына жағында 1,8, мына жағында 2,2 деген сияқты болуы мүмкін да, қосындысы 4 болатындай. Осы бойынша есептейтін болсақ, мынаның периметрі 2-ге 3-ті қоссақ қанша? 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12, ал мына жақта дәл сол сияқты 12, 12-ге 12-ні қосатын болсақ қанша? 24, онда периметрі қандай болады екен? Екеуінің қосындысы 24 болады екен. Алты. Периметр екен ғой бұл жерде. Дұрыс. Периметр 24 емес қанша болады да? 20 болады екен, я. Ауданға кетіп қаппын ғой мен. 2-ге 3-ті қосамыз, я? 2-ге 3-ті қосамыз. Сонда қанша болды? 5 болды. 5-ті 2-ге көбейтеміз. 10 болды. Ана 10, ана 10. Сонда 10 қосу 10 тең қанша болады? 20 болады. Не болмаса бәрібір 20, мына жерде мынау қанша? Мына мен екеуінің қосындысы қанша? 4, я, жаңа x пен y-тің қосындысы 4 дедім. 4-ке үстіңгі жағындағы 4-ті қоссақ 8, ал мына жақ 3-3-3-3-3-тен 4-ті 12, онда біз 12-ге 8-ді қоссақ бәрібір қанша болады? 20, демек е жауабы дұрыс болады екен. Е жауабы дұрыс болады екен. 16. Суретте үйдің сызбасы берілген, сызбадағы үлкен 3 бөлменің аудандарының қосындысын табыңыз дейді. Дәл жаңағы сызбаның өзі, бірақ бұл жерде қандай айырмашылық тұр? Бұл жерде қандай нәрсе тұр? Бұл жерде аудандарын табу керек, және қандай үлкеннің аудандарын жаққа әкеп алайын жаңа сияқты. Ыңғайлы болсын маған. Онда дәл
жаңағы сияқты қандай болады? Бізде мына жердің 4 екенін біз білдік. 4 екенін білдік. Енді бізге үлкен үшеуінің ауданы деген сөз мынаның ауданы, қандай? Мынаның ауданы және мынаның ауданы, осы үшеуінің аудандарының. Онда мынадан білеміз не? Мынаның ауданы 4 көбейту 4, 16 екенін білеміз. Я, 16. Ал мынаның ауданында 16 екенін білеміз. Мынаның ауданы міне. Ал енді мынаның ауданы біз мынаның ұзындығы 4, мынаның ұзындығы қандай болып тұр бізде? 3 болып тұр. Онда демек 4 пен 3-тің көбейтіндісі қанша болады бізде? 12. Онда мынаның ауданы бізде 12 болады. Е? Барлығын қосып жүретін болсақ 16, 16, 32, 32-ге қанша? 12-ні қосатын болсақ тең 44 бола ма? 44 демек бұл жерде С жауабы дұрыс болады екен. 17-ші есепті қарай беріңіздер. Қорапшада 1-ден 7-ге дейінгі нөмірленген 7 шар бар. Қорапшадан 1 шар алғанда оның жұп нөмірлі шар болу ықтималдығын табыңыз дейді. 1-ден 7-ге дейінгі нөмірленген 7 шар бар. Қорапшадан 1 шар алғанда оның жұп нөмірлі болу ықтималдығы. Міне ықтималдыққа байланысты есептер жүйет кездесті, жаңа айтып жатырмыз. 1-ден 7-ге дейінгі нөмірленген шар бар, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осындай шарлар бар деп қарайық біз. Енді осыны алған кезде бізде жұп нөмірлі шар болу. Яғни жұп болуы мына жерде 2, 4, 6, яғни 3 бізде бағана айтылған сияқты. Онда барлық мүмкіндік дегеніміз қанша? 7, соның жұп болу мүмкіндігі 3. Демек бұл жерде ықтималдық оп-оңай екен, 7-ден 3, яғни А жауабы дұрыс болады екен. 18-ші есеп қарай беріңіздер. Шарлар тізбесін дайындау үшін көк, сары, қызыл, жасыл және күлгін түсті 5 шар әкелінді. Осы шарлардан қатарластырып тізілген тізбені неше нұсқада дайындауға болатынын табыңыз дейді. Яғни, сізде қандай? Көк, сары, қызыл, жасыл және күлгін түсті 5 шар бар. Бұған байланысты да енді бізде жаңағындай қандай комбинаторика деген сабақта біз бірінші комбинаторика 1, комбинаторика 2 деген сабақты өткенбіз. Сол жерде орналастыру, теру, алмастыру деген мәселелерді айтқанбыз. Дәл осы мәселе бізде алмастыру мәселесіне келеді. Былайша айтқанда сізге мысалы мына жерге сіз бірінші орынға қоюдың мүмкіндігі қанша бізде? 5 түрлі. Яғни бізде 5 түрлі шар бар, сол 5-еуінің біреуін қоюымыз мүмкін. Ал екінші орынға бізде қандай жаңағы бір мысал көкті мына жерге қойып кетсеңіз, енді екінші орынға көкті қоя алмайсыз. Сізде қалған 4 түрлі мүмкіндік бар, онда екінші орынға 4 мүмкіндікті. Былайша айтқанда мысалы мына жерге көкті қойып алсаңыз, көктен кейін нені қоюыңыз мүмкінсіз? Сарыны қоюыңыз мүмкін, қандай қызылды қоюыңыз мүмкін, және қандай жасылды қоюыңыз мүмкін, және қандай күлгінді қоюыңыз мүмкін. Ал дәл сол сияқты енді мынадан кейін былай 3 мүмкіндік осылай кететін болса, ал енді мына жерде көк, сосын сарыда да сондай әрбіреуінен 4 мүмкіндік, сонда 5 пен 4-ті, ары қарай 3-ті, сосын ары қарай 2-ні, ары қарай 1-ді көбейтуге тура келеді. Яғни біз бұны 5 факториал деп айтқанбыз, 5-еуін алмастырудың барлық мүмкіндіктері. Онда 5 факториал мыналардың барлығының көбейтіндісі 120 болатын түсінікті. Онда бұл жерде 120 деген жауап бар. Б жауабы дұрыс болады екен. 19-ші графикті пайдаланып, Павлодар қандай қаласының Екібастұз қаласы екен. Барған автокөліктің Павлодардан Екібастұзға 100 км/сағат жылдамдықпен жүрген уақытын қайтыңыз дейді, табыңыз дейді. Жүрген уақытын табыңыз дейді. Жаңағы сияқты онда бізге түсінікті болу үшін мынау графикті осылай әкеп алайық. Онда бізде қарап отыратын болсақ, міне бізде қандай болып тұр? 1 сағат. 1 сағат. Мына жерде қол көрінбейтін болып қапты, көрінетін болса дұрыс еді. 1 сағат. 1 сағат. Теңшеп жүрші? Қолды көрінетін болып.
Міне жақсы. Енді мына жерде қандай болып тұр бізде? 1 сағат, мынау міне 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат. Яғни бізде X өсіндегілер ол сағатты білдіріп тұр да, ал Y өсіндегі мыналар бізде қандай жылдамдықты білдіріп тұр, яғни километр сағат. Мынау деген сөз былайша айтқан кезде, сіз мына жерге барған кезде мына автокөлік ол 20 км сағат, мына жерге барғанда 40 км сағат, мына жерге барғанда 60 км, яғни жылдамдығын арттырып бара жатыр да, өстіп отырып, мына жерге барғанда 80-ге барды, мына жерге барғанда 90-ға барды, мына жерге барғанда қайтты ол 100-ге барды, міне 100-ге, иә? Енді ол 100-бен жүреді. 100-бен жүріп отырып, міне қандай 1 сағатқа дейін келді. 1 сағатқа дейін 100-бен жүрді. Сосын ол жылдамдығын түсіреді. Мына жерге дейін қайтты ол 1 сағаттан қанша? 10 минут асты. Неге 10 минут асқанда ол жылдамдығы 60-қа таяп қалды? Неге 10 минут? Себебі міне 0 мен 1-дің арасы қанша болып тұр бізде? 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік, 6 бөлікке бөлініп тұр да. Сонда 6 бөлік, яғни 1 сағат дегеніміз қанша минут бізде? 1 сағат дегеніміз ол 60 минут. Ал 60 минут қандай болып тұр? 6 бөлікке бөлінсе, 60 минут дегеніміз қандай? 60 қандай болып тұр? Минут болып тұр. Енді жаңа айттық біз 60 минут, яғни ол 6 бөлікке бөлінді, онда 1 бөлігі қаншадан болып тұр бізде мына жерде? 10 минуттан болып тұр да. Демек сонда ол мына жерде келді да, 10 минуттың ішінде жылдамдығын 60-қа түсірді, қайтадан көтеріп отырып, мына жерде 10 минутта 80-ге, сосын 10 минутта 90-ға барды, сонымен жүріп, 90-мен жүріп отырып, қайтадан жылдамдығын төмендетіп отырып, мына жерде 2 сағат 1 деңге минутта ол қайтты тоқтады дегенді білдіреді. Себебі жылдамдығын өлге түсті деген сөз ол тоқтады дегенді білдіреді да. Демек ал енді бізге 100 км сағат жылдамдықпен жүрген уақытын табыңыз дейді. Онда 100 км сағат жылдамдықпен жүрген бізде мына жерде міне айттық, иә? Мынадан бастап ол жүріп отырып, мына жерге дейін қайтты, 100 км сағат жылдамдықпен келді. Енді неше аралық болып тұр? 1, 2, 3, 4 аралық. Демек 4 аралық дегеніміз қанша? 10 минуттан 40 минут екендігі түсінікті. Демек бұл жерде Д жауабы дұрыс болады екен. Келесі есепті қарастыра берейік. Қорапта қабырғасы 20 см болатын не бар? Шаршы тәрізді 12 дане паркет бар. Еденнің өлшемдері 4-те 3, яғни 4 метр көбейту 3 метр болатын тік төртбұрыш тәрізді бөлмені паркеттеп шығу үшін қанша қорап паркет қажет екендігін табыңыз. Яғни сізде қандай болып тұр? Мына жерде бөлме бар дейік. Иә, бөлме бар дейік. Бұлай қандай болсын ол? Бұлай бізде 4, бұлай бізде қандай болсын? 3 болсын да, 3 болсын. Ал сізде 20 сантиметрлік паркет деген сөз ол мынандай міне. Бұлай да 20, бұлай да 20. 4 метр дегенім бізде 400 сантиметр екен түсінікті. Иә? Сантиметр екен түсінікті. Ал 3 метр дегенім менде қанша? Ол 300 сантиметр екен түсінікті. Енді бұл нәрсені айтып жатырмын дегенде мен мына 20 сантиметрлік паркеттерді осылайдан қоятын болсам, мен сонда 400 сантиметрге қанша қойып шығам? 400-ді 20-ға бөлетін болсам тең 20. Яғни бұлайынан мен 20-ны қойып шығам. Ал енді бұлайынан қаншаны қойып шығам? Онда мен 300-ді бөлетін болсам 20-ға тең қанша? 15. Яғни осындайдан мен неше паркет қойып шығады екен? 15 паркет. Сонда бұлайынан 20, бұлайынан 15 паркет болатын болса, барлығы неше паркет қоюға болады деп 20 мен 15-ті көбейтетін болсам қанша? 300 паркет болады. Иә, 300 паркет. Ал бізге мына жерде бір паркетте 12, бір қорапта 12 дана паркет деп не үшін айтылды? Себебі енді бізге қорапты табу керек. Барлығы 300, ол әр біреуі 12-ден бір қорапқа қораптасам, сонда барлығы неше қорап болады? 25 қорап бар екендігі шығады. Онда бұл жерде жауап Е болады бізде. Е. Иә, мен енді бұл жерде бұлайынан қанша дегенді табу арқылы көрсеттім. Не болмаса, бұны аудан тәсілімен тауып алуға да болады, білесіздер. Ауданмен қандай? Бірінші ауданына бұлай 300 см, бұлай 400 см. Бірінші мына барлық ауданды табамыз. Ес, үлкен ауданды табамыз. Ол бізде 300 көбейту 400, қанша? 12, 1, 2, 3, 4, 0. Сантиметрмен тапсам мен оңайрақ боламын деп жатырмын да. 0,2 мынаны метрмен тапсақ та болады. Ал сосын мына жердегі ес кішкентай ауданды табамыз, паркеттің. Онда 20 мен 20, яғни бұл жерде қанша? 400 сантиметр квадрат. Сосын мынаны апарып мынаған бөліп бәрібір 300 шығады. Ары қарай оп-оңай бізде қандай 25 қорап қажет екенін біле аламыз.
Ондай болатын болса, енді біздің вариантты талдаған нешінші нұсқа 5205 нұсқаны талдаған есептеріміз аяқтады. Соңғы кездерде енді тікелей эфирде кішкене ақаулар кетіп жатқанын білесіздер. YouTube каналы кішкене кейде жүрмей қалып, осындай жағдайлар болып жатыр. Сондықтан біз бұл сабақты YouTube каналы кішкене жүрмей қалса да толықтай түсіріп сіздерге жібердік. Яғни салынған эфирден көрсеңіздер болады. Техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз. Ал енді сіздер бізге келесі сабақтар үшін өздеріңізді қинап жүрген есептер болатын болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы эфир жаңағы каналға салынғаннан кейін сол жердегі комментарийға жазсаңыздар болады. Біз оны міндетті түрде қарайтын боламыз, және келесі тікелей эфирдегі сабақтарда сіздермен байланысып, сол сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Және де біздің каналға жазылыңыздар, себебі каналға жазылсаңыздар біздегі әрбір жаңалықтар туралы, басқа да сабақтар туралы біліп отыратын боласыздар. Және достарыңызға ұсыныңыздар бұл сабақтарды, себебі бұндай орай, бұндай мүмкіндіктер бола бермейді деп қараймын. Біздің міне студиямыздың өзі осы онлайн сабақ өтуге және видео сабақтар жүргізуге толық жабдықталған. Бұлдай мүмкіндіктер ешқандай жерде жоқ. Сондықтан бізбен бірге үйреніңіздер. Біздің YouTube каналды достарыңызға және де 11 сынып түлектері болатын болса, ары қарай ұсынсаңыздар болады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше.